Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осылай гуляштың дайындалу жолын, яғни оңай және өте дәмді керемет болып шығатын оңай жолын көрсететін боламын. Видеомды соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бізге алдыменен осындай ет керек болады. Менде тұздалмаған ет. Үйлеріңізде кез келген етті қолдана берсеңіздер болады. Мендегі жылқы еті. Енді оны осылай жақсылап, яғни менде 4 бұрыштылап көбіктеп кесіп аламыз. Барлығын турап аламыз біркелкі етіп. Ауызашарға дайындап берсеңіздер, тез дайын болады, яғни 30-35 минуттың ішінде тамақты дайындап болуға болады. Өте дәмді, керемет болып шығады, яғни балдарыңызға да ұнайды. Талғамды таңдап жейтін болса, пюре және ет барлығына ұнайтыны сөзсіз, сол үшін осылай дайындап берсеңіздер болады. Мінекей еттерімізді осылай барлығын турап дайындап аламыз. Ол аралықта мен картоптарымызды тазалап алдым және оны яғни қайнауға қоямыз газге. Енді бізде пиязымызды турап алатын боламыз. Менде 2 осылай орташа көлемдегі пиязды турап дайындап алдым. Яғни оны да майдалап, төртбұрыштылап турап алсаңыздар болады. Мінекей барлығы дайын. Енді етімізді, пиязымызды қуыруға кірісетін боламыз. Тавамызға керегінше сұйық майымызды құямыз. Яғни көлемін өздеріңіз мөлшерлеп отырып құятын боласыздар. Келесі етімізді саламыз. Етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Яғни 15-20 минутта етті таза пісіріп алуға уақыт жұмсаймыз. Яғни таза пісіп шығу қажет. Барлығын жақсылап араластырып, етімізді біраз қуырғаннан соң өзінің сөлі шығып, суы шығады. Яғни сол кезде де суы тартылғанша біраз қуыратын боламыз. Бізде келесі тұзымызды қара бұрышта салсақ болады. Оны жақсылап араластырып, бетін жауып, біраз уақытта етімізді қуырып алатын боламыз. Достар, каналым өте пайдалы. Видеомды көре отырып, астындағы батырманы басып, тіркеле отырыңыздар. Көптеген видеоларды, рецепттерді таба алатын боласыздар. Мінекей, етіміз жақсылап қуырылғаннан соң пиязымызды саламыз. Оны да жақсылап қуырып, мінекей уже суы шықты. Осылай қуырылуы қажет. Суы кішкене тартылғанша біраз қуырып алатын боламыз. Енді оның үстінен томатымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып, яғни гуляшымыздың құпиясын бөлсем, дәл осы кезде етімізге ұнды саламыз. Дәл осылай жасап көріңіздер, өте маңызды болып, дәмді болып шығады. Бір ас қасықта толтырып салдым мен. Ұнымызды бөлек қуырып алып, осы кезде үстінен салсаңыздар да болады. Немесе осы кезде ұнымызды саламыз, жақсылап араластырып жіберіп, үстінен мұздай суды құюды ұмытпаңыздар. Суымыз міндетті түрде мұздай болу қажет. Енді суымызды тағы да кішкене құйдым. Менде 1,5 бокалдай су құямыз. Етіміз жақсылап пісіп, дайын болғанша. Келесі картоптарымызды жақсылап езіп аламыз. Біріншіде осылай езіп дайындап аламыз. Одан кейін тұзымызды, қара бұрышымызды салып отырып, керегінше жақсылап бір араластырып жіберіп, миксерлейтін боламыз. Сол кезде картобымыз, яғни осы кезде сүтті де құйып жіберуді ұмытпаймыз. Сол кезде картобымыз өте сұйық, қоймалжың, әдемі болып шығатын болады. Миксерлеген кезде картобымыз сонда воздушный болып көтеріліп, әдемі болып шығатын болады. Мінекей, картобымызды осылай дайындап аламыз. Достар, менің видеомларымды қолдап, тіркеліп отырғандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Картобымыз осылай дайын болады. Мінекей, өте керемет, барлық жері бірдей араласқан. Ыдысымызға қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен де осылай салдым. Көрінісі де өте керемет болады. Енді оның үстінен етімізді салып,
қалауларыңыз бойынша безендіріп дастарханға тартсаңыздар болады. Көрінісі де, дәмі де өте керемет. Біраз айында осы шарға дайындап берсеңіздер, тез әрі жеңіл дайын болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлзия асханасы.